тігетін жеріме келдім. Ендігі ою тігуіміз, міне қарама-қарсы мына оюды тігеміз. Бұл тек қана моншақтап пайеткемен тігу. Міне бұл ыңғайлы тігу үшін бірінші үлкен бір размері үлкендеу 4 немесе 6 миллилитрлік тасты алып жатырмын. Өйткені мына ортасына оюдың тігуім керек. Қазір көрсеңіз, міне қақ ортасынан тіксем, сол кезде айналасын маған тігуге оңай болады. Сол үшін міне көріп тұрғаныңыздай қарама-қарсы жерде осыны 3-4 рет қайтара қатты болып тұру үшін тігіп алып жатырмын. Міне енді оюды астынан бастап тігеміз. Міне көріп тұрғаныңыздай ең астынан бастаңыз да айналдырып қиғаш қылып тігіп бастайсыз. Любой оюды қисықтау қылып тіксеңіз өте әдемі шығады. 6 бисер. Қазір мен көрсетіп тізбектеп жатырмын. Ана көріп тұрған оюыңыздай әдемі болып шығу үшін 6 бисер, 1 пайетка жарайды, 6 миллилитрлік. Міне осылай қисық қылдырып тізбектеп тігіп бастайсыз. Міне көріп тұрғаныңыздай кішкене көтеріңкі тұрады. Әдейі көтеріңкі қылып, осылай әдемі болып шығу үшін көрсетіп жатырмын. Оюдың 5-ші, 4-ші бисерінен бастап үстінен шығып, осылай айналдырып тігіп бастасаңыз болады. Міне көріп тұрғаныңыздай бисерді теріп жатырмын. Пайетканы кигізіп алдым. Міне жанынан қатты алшақта қылмай, қатты жақында қылмай, жанынан шығарып, манағы моншақтың айналасынан бастап тігіп бастап жатырмын. Бұл жерде тек қана тізбектеп тіге бересіз. Сызықтың үстінен түсуіңіз керек. Сол кезде өте әдемі болып шығады. Қисық қылдырып тігесіз. Бұл жерде енді қатты қисық болып не получается, но бірақ қисайтыңқырап, желательно тіккеніңіз жақсы. Міне көріп тұрғаныңыздай қазір жайлап өрнек қисая бастайды. Осылай тізбектеп жайлап көз жобаңызбен тіге берсеңіз болады. Мына жерде қайттан түйіндеп жатырмын. Сізге қайта-қайта түйіндеуді көрсетіп жатырмын, өйткені өте ответственный, өте маңызды часть сол түйіндегеніңізге де байланысты. Қайта-қайта көрсетті деп ренжімеңіздер. Бірақ кейбір кезде түсінбей қалып, кейбір кезде дұрыс көрінбей қалып, камерадан сондай болуы мүмкін. Сондықтан мен әдейі қайта-қайта түсірдім. Осылай қайтара тігіп, қиятын кезде желательно осылай сетканың ортасынан шығарып барып қисаңыз, қиған жеріңіз көрінбей қалады, жібіңіз салбырап тұрмайды. Енді қайтадан осылай айналдырып тігіп шығамыз. Енді мына жерде қайтадан жіпті инеден өткізу процесін көрсетіп жатырмын. Сізге ыңғайсыз немесе білем десеңіз өтіп кетуіңізге болады, бірақ менің міндетім енді барынша сіздің үйренгеніңіз жақсы. Қанша дегенмен мастер-класс болғасын, қыр-сырларын айтып қойып жатырмын. Дәл солай манағыдай 2 жіптің ортасынан инені шығарасыз түйіндеген жеріңізден. Мен бетіне істеп жатырмын, өйткені моншақ жауып кетеді, сосын түйіндеген жеріңіз көрінбейді, әдемі болып тұрады. Арты әдемі болады. Мен қазір соңғы уақытта артына да көңіл бөлетін болып жүрмін. Егер ыңғайсыз болса, артынан түйіндей берсеңіз де болады. Бірақ әдемі болғасын, бәрін де әдемі істегіміз келеді. Мен осылай қайтадан 6 пайетка
пайеткелеріңіздің санын өзгертпейсіз, бисерлеріңіздің санын өзгертпейсіз, тек қисайтып тігіп отырасыз. Енді қисайып келе жатыр, енді қиғаштау болып бастайды, қазір көресіз. Осылай бастап тігіп шығасыз. Көріп тұрғаныңыздай ешқандай қиындығы жоқ. Жайлап тізбектеп жанынан шығарып отырып, хрусталь тас стразный лентаның жанынан айналдырып отырып тіге бересіз. Не айтқанымдай, осылай айналдырып тіге бересіз. До конца осылай тізбектеп тіге берсеңіз, өте әдемі шығады. Бисер бір пайетка, бисер бір пайетка, 6 бисер бір пайеткеден тіге берсеңіз, сызықтың бойының үстіне түссеңіз, самый главный, оюыңыз әдемі шығады. Басқа да жерлерде осындай оюды қолдана берсеңіз де болады. Көріп тұрғаныңыздай ерекше әдемі болып шығады. Не болдық, оюымызды екеуі қарама-қарсы шықты, көріп тұрғаныңыздай. Енді мына оюдың үстін сызып, дәл осындай ою шығарамыз. Бұл жерде мынағы сізге көрсеткенім сияқты жібім артық болып тұрғандықтан, артынан тігіп отырып, сол бисер бастайтын жерге инемізді тігіп жеткізіп аламыз. Қайта түйіндеп отырмас үшін.